Сәлем достар, бізде аудио кітап каналы тұздың пайдалы жақтарын және де керек емес жақтарын айтатын боламын. Тұз ағзаның дұрыс және толассыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Қазақ айтса айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары бар екен. Бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, иісі тез арада жоғалып кетеді. Барлық иіс шығып тұрған ыдысты тұз қосылған суық сумен жусаңыз, ішінен бір шөкім тұз салсаңыз, кофенің дәмі кіре түседі. Егер табадағы май көпіршіктенсе, онда аздап тұздаңыз. Қол орамалдардан жуудан бұрын оны бір уыс тұз ертілген жылы суға 2-3 рет сағат бойы салып қойыңыз. Әбден сіңіп қалған дақтарды кетіруді таптырмас көмек болады. Сарғайған терезе жабын жуудан бұрын тұзды суға салыңыз. Шикі жұмыртқаны, әсіресе оның ағын шайқағанда міндетті түрде тұз қосыңыз. Жұмыртқаны шайқау әлде қайда жеңілдейді. Бұл жұмыртқаны қантпен шайқағанда қолданылмайды. Жұмыртқа пісіретін суға міндетті түрде тұз салу керек. Жаңа сатып алынған шойын табаны пайдаланудан бұрын әуелі қатты жанып тұрған отқа қойып, ішіне тұз салып өртеп алу керек. Тұз құйып қоңыр қызыл түсті болған кезде табаны оттан алып қоясыз да біраздан кейін сол тұзбен табанның ішін ыстықтай сүртесіз. Жаңағы мен айтып кеткен әңгімелерім, оның бәрі тұздың пайдалы жақтары, ал енді тұздың зиянды жақтарын айтатын боламын. Тұздың зиянды жақтары. Тұздың зияны оны көп мөлшерде тұтынғанда байқалады. Ол организмді жолдарда бітіп сұйықтық ағзадан шыға алмайды. Соның салдарынан ісіну пайда болып, натрий хлордың қалдықтары жинала қала береді. Натрий қан қысымын көтереді. Ол гипертония ауруларына, денсаулыққа зиянын тигізеді. Ауру асқынған жағдайда адам инсульт алуы мүмкін.